Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге Африка материгіндегі Уганда мемлекетіне құдық қазған қазақ жігіті туралы айтатын боламын. Африка мемлекеттері үшін басты проблемалардың бірі су тапшылығы екенін жақсы білетін шығарсыздар. Сол суға мұқтаж Уганда мемлекетіндегі белгілі бір аймаққа құдық қазып, су проблемасын шешкен қазақ жігіті көпшілікті тәнті етіп, жергілікті халықты суға қарық қылған болатын. Қазақ баласының осы бір жақсылығын ауыз толтырып айтуды жөн көріп отырмын. Заман ағымына қарай отандастарымыз сұранысқа түрлі салада өз кәсібін дөңгелетіп жүр. Жерлестеріміз ақша табуды ғана ойламай, жақсылықта жасап жүрген жайттары бар. Көктемде ғана Африка құрлығында құдық қазып, бір ауылдың гүлденуіне үлес қосқан Елдос Айбековті желі қолданушылары жақсы біледі. Еліміздің атын өзге материкте асқақтатқан тұлға кәсіпке деген алғашқы қадамын қашан, қалай бастады? Жақын арада журналистерге сұхбат берген екен. Әрмен қарай сұрақтар легіне тоқталайық. Елдос мырза, қазір жақсы кәсіптің басында жүрсіз. Ал ең алғаш қандай жұмыс істедіңіз? Ең бірінші 7-ші сыныпта жайдарманға сценарий жазғаным бар. Әрине мұны бизнес деуге келмейді. Десе де ақша табуды деген алғашқы қадамым осы болды. Одан кейін 9-ші сыныпта вагоннан цементте түсіріп көрдім. Үсті басым шам болып, шашыма цемент жабысып қатып қалған кездері де болды. Шам болғаны түк емес, иыққа салып көтергендегі салмақты айтсаңызшы. Арқам мен иығымды цемент толы қаптың іздері қалып, қызарып, кейде қанайтын. Сол сәттен бастап өзіме ауыр жұмыс істемеймін деген принцип қойдым. Өсе келе жайдарманның Өскемендегі филиалында қызмет атқарып, оған қоса студент кезімде тендермен де айналыстым. Отқаным адамдармен қарым-қатынас жасауды, топпен жетістікке жетуді үйрендім. Жақсы жұмыс атқарғанымның нәтижесі болар. Командадағы әр адамға ұялы телефон алып бердім. Кәсіпке қадамын жана басқан Елдос үшін соның өзі үлкен жетістік болған сыңайлы. Қазақта ас адамның арқауы деген жақсы сөз бар. Әрі осы тағам бизнесі ешқашан маңызын жоймайтынын екінің бірі біледі. Сіз бұл кәсіппен айналысып көрдіңіз бе? Иә, бұл салада да бағымды сынап көрдім. Өскемен қаласында Бекбургер атауымен өз кафемді аштым. Бір ғана кафемен шектелмеймін деп, құйылмалы балмұздақ сатумен де айналыстым. Қала бойынша 5 нүктем болды. Әр аппаратты сол кездегі бағамен есептегенде $100 құрайтын. Бірақ балмұздақ сатуым ұзаққа бармады. Санитарлық нормаларға сай емес деген желеумен амалсыз жабылдық. Бизнес болған соң бәсекелестік міндетті түрде болады. Балмұздақ сататын нүктелердің жабылуына бәсекелестердің қатысы барын жақсы түсінемін. Осы айтқан кәсіптің бәрі студент күнімдегі айналысқандарым. Қазір қарасам бизнесте жүргеніме 15 жылдай уақыт болыпты. Осы уақыттың ішінде өзімнің таксопаркім, жиһаз шығаратын цехым болды. Қытайда тауар сақтайтын 2 қоймам болды. Яғни логистикамен де айналыстым. Елдос мырза, аз ғана уақыт ішінде бірнеше кәсіппен шұғылданыпсыз. Байқасақ, көбінесе сауда-саттық жағынан асығыңыз алшысынан түсіпті. Әрі қабілетіңіз де жеткілікті екенін білдік. Тек ел ішінде ғана емес, өзге де мемлекеттермен сауда жасаған кезіңізде болды ма? Көре-көре көсем боласын деген жақсы сөз бар емес пе? Сөйтіп жүріп макулатура сатуға ауысып кеттім. Қазақстан бойынша картон жинап, оны шетелдерге жіберіп отырдық. Осы тұста мына нәрсені есте сақтау керек. Заң бойынша макулатураны шетел асыруға болмайды. Есесіне бумажная массовый кипені экспорттауға болады. Негізінен заң кейбір әрекеттерден шектейді. Ал біз сол қайшылықтармен жұмыс жасадық. Амалын тауып саудамызды жүргіздік. Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Ауғанстан және Ресейдегі Татарстан мен Башқұртстан сынды елдерге де сата бастадық. Үлкен айналымға ие болғанымыз сонша, өзге елден алып шетелге сататын дәрежеге де жеттім. Макулатура алатындар маған осынша өнімді қайдан аласың деп таңданатын. Тағы бір қызығы, олар маған картоновый король деген лақап ат қойды. Ол да бір жоқтан бастап белгілі бір дәрежеге жеткізген кәсібім болды. Қаншама жыл бизнесте жүрсіз? 0 теңгемен бастаған яки басқа жолмен тұсауын кескен кәсібіңіз болды ма?
Мынандай бір қызық оқиғаны айтып берейін. Бірде достарыма секонд-ханд дүкенін ашайық деп ұсыныс тастадым. Сосын фотоаппарат пен принтер алып, егер сіздің үйіңізде ескірген, кішірейіп қалған және басқа да қажет емес киімдеріңіз, ойыншықтарыңыз болса бізге берсеңіз болады. Біз оны қарттар үйі мен жетімдер үйіне таратамыз деген жазумен көмек торбасын жасап, Алматының Ақуатты деп саналатын аудандарына бүкіл подъезге кіріп біліп, ертеңіне жинап шығатынбыз. Әлбетте айтсаң күлкілі, бірақ аптасына бір газель киім жиналатын. Біз оны 200 теңге мен 5000 теңге аралығында саттық. Арасында жақсы киімдерді мұқтаж жандарға таратып отырдық. Түскен ақшаның бір бөлігін жетімдер үйіне де бөліп отырдық. Міне, студенттік шақта осындай қызықты бизнесте жасап көрдік. Жас кезіңіздегі кәсіпте болған қызықтар туралы жақсылап әңгімелестік деп ойлаймын. Ал бүгінгі таңда су фильтрімен айналысып жатырсыз. Сол туралы айтып берсеңіз. Дұрыс айтасыз, қазір Fox бір ғана бизнесте. Өздеріңіз де жақсы білесіздер. Осы су фильтрі кәсібін жақсы дамытып жатырмыз. Мамандардың айтуынша жер бетіндегі судың сапасы жылдан жылға тек нашарлайды екен. Сол себепті бұл тоқтамайтын кәсіп. Қазақстанда номері бірінші деп айтпасақ та, патентіміз бар, басқасы бар, жалпақ тілмен айтқанда ел аузында жүрген компаниямыз. Компаниямызда 70-ке жуық адам бар. Осы уақытқа дейінгі тәжірибенің пайдасынан шығар бәлкім, сонша адаммен бірге жұмыс істеу, оларды басқару мен үшін аса қиын емес. Шағын бизнесте жолы болған жандардың бірісіз. Қайырымдылықты қаншалықты жиі жасайсыз? Бізде қалыптасқан жақсы қағида бар. Компания табысының 10%-ын осы қайырымдылыққа жұмсалады. Оны артық шығын деп айтуға да болмайды. Ислам тұрғысында өзіне қойған инвестиция деп алса да болады. Шетелдің бизнеске қатысты қайсы бір кітабын алып оқысаңыз да, бәрін қайырымдылық туралы айтылады. Осыдан ақ бизнесте тасын өрге домалау үшін мұқтаждарға көмек қолын созсан да жеткілікті екенін аңғаруға болады. Африкада құдық қаздыртқаныңызды әлеуметтік желіден көріп хабардар болдық. Десек те көптің қызуы талқысына түскен игі іс болды. Неге Африка? Не үшін Қазақстан емес? Білесіз бе, сөздің шынына келетін болсақ, Африкадағы сол ауыл ауыз суға әлде қайда мұқтаж болды. Ол біздің туған жеріміз емес. Бір өкініштісі, біз жасырында жасап жатқан жақсылықтарымызды айта бермейміз. Жұмыс барысында түрлі жағдайларға куә боламыз. Мәселен, жағдайы төмен отбасыларға су тазалайтын фильтрді тегін орнатып берген кездері де болды. Ал Угандағы Нонока елді мекеніне жасаған жақсылығымызды челлендж деп те айтсақ болады. Елдос мырза, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге алғысымыз шексіз. Достар, сөз соңында Елдос ағамыздай қазақтың қара көздері көбейе берсін. Дүниеде не өлмейді, жақсының аты, ғалымның хаты өлмейді. Сіздермен бірге болған Доллар KZ арнасы. Видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп, қолдау көрсетіп қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.